шариғатта ұялу деген нәрсе дұрыс емес. Ой, мына ұйықтап отқандардан ұят қой, немесе ұялам, сөйлейді ғой деген нәрсе жүрмейді. Шариғатта зиян беру деген нәрселерге ғана рұқсат. Қазір намаз оқысам, мынаған зияным тиеді, мынаған бүйтсем, сол жағдайларда ғана үзірге лайықты боласыз. Пойызда ана екі орта бар. Дұрыс па? Адамдар жүру. Ау, жоқ, ол емес, анау емес. Пласкарт бар, бізде купе бар. Пласкарт түсінікті әр ненің жататының орталарында бос қой. Сол жерлерге төсейсіз да, жай намазыңызда қабыла шарт емес. Қай жаққа қарап, жүрек қалауыңызға қарап оқи бересіз. Қай мүмкіндігіне қарай. Неге? Тұрып оқу мүмкіндігі бар кезде отырып оқуға болмайды. Өйткені қиямда тұру не? Парыз, рукух жасау намаздың парызы. Ал отырып оқысаңыз, қияммен не болады? Рукух дұрыс жасалмай қалады. Ал енді әрине мүмкіндік болмаса отырып оқисыз ғой. Сондықтан пойыздың сол жерін оқуға болады. Екінші варианты жаңағы проводникпен жақсы болып, солардың бос нелері болады. Сол жерге оқуға болады. Үшіншісі, екі вагон жалғанған жер бос болады. Өзім сөйтіп оқып жүрмін. Бірақ енді кішкене темекінің иісі болады. Бірақ енді Алла кешіреді. Сол жерге не істеп оқисыз. Қабыла шарт емес. Қатты шайқалып кетсеңіз, ұстауға рұқсат шариғатта. Құлап кетем десеңіз, отыра сап намаз оқи беруге болады. Бұл кеме үкімінде. Абу Ханифа айтады, кім қайықта намаз оқыса, егер де дауаран болса, дауаран деген жаңа не? Шайқалыс болса, отырып оқуға рұқсат дейді.